Қайырлы күн, құрметті ұстаздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Көпшілік студенттердің және жас мамандардың сұрауы бойынша Word мәтіндік редакторында жұмыс жасау, яғни Word мәтіндік редактормен жұмыс курс сабағымызды, бірінші сабағымызды бастайтын боламыз. Яғни осы курстағы сабақтарды компьютерлеріңізде іске қосып қойып, көріп, бірге бір жасап отырсаңыздар, тез оңай үйреніп аласыздар деген ойдамын. Сонымен Word редактормен жұмысымызды бастаймыз. Бірінші бізде кіріспе сабақ. Алдымен компьютеріміздегі Word мәтіндік редакторын іске қосатын боламыз. Әркімнің компьютерінде Word редакторы әртүрлі орналасқан болуы мүмкін, және оның әртүрлі версиясы да орнатылған болуы мүмкін. Жалпы Word мәтіндік редакторының әртүрлі версиялары бар. Төменгі жақтағы мына жердегі пуск, яғни жіберу батырмасын басамыз, және осы жерден все программы, барлық бағдарламалар бөлімінің ішіндегі Microsoft Office құрамының ішінен біз Word мәтіндік редакторын таңдап аламыз. Негізі бұл Word мәтіндік редакторы Microsoft Office-тың құрамына кіретін программаға жатады. Үстін басып, осы жерден біз Microsoft 2010 дегенді таңдап аламыз. Менде 2010 версиясы орнатылған. Ашылған бетте бізде осындай бет ашылатын болады. Алдымен жалпы біз осы Word мәтіндік редакторының терезе элементтерімен танысып алатын боламыз. Төменгі жаққа қарасаңыздар, осы жерде мына жердегі 90 деген, минус және плюс, яғни бұлар осы беттің масштабын білдіреді. Яғни мен осы жердегі минус батырмасын бассам, ол бізде парағымыздың масштабын кішірейтеді. Ал плюсті бассам, қосу батырмасын бассам, біздің парағымыз 100%, яғни үлкейе береді. Бұдан да үлкейтіп қоя беруімізге болады. Келесі, осы төменгі жақта қарасаңыздар, страница 1, яғни бұл бірінші бетіміз. Егер мен бұл бетті осы Enter пернесінің көмегімен курсорымызды астына қарай түсетін болсам, менде ол екінші бет пайда болады. Міне, мына жерде бөлінген жерде, мынау менде екінші бет. Яғни бізде көріп тұрғандарыңыздай страница 2, яғни бұл екінші бет. Әр төменге түскен сайын біздегі беттерді көрсетіп тұратын болады. Келесі число слов, яғни жазған сөзімнің сандарын көрсетіп тұрады. Егер мен мына жерге қандай да бір сөз жазатын болсам, сол сөзіміздің санын көрсетіп тұратын болады. Мысалы, мен қазір осы жерге Word деп жазатын болсам, міне осы жерде число слов, яғни сөз. Бізде бұл жерде число слов қазір 1 болып тұр, бір ғана сөз. Немесе тағы да бір мен Excel деп жазатын болсам, міне менде число слов 2 сөз болды. Яғни бұл жерде біз қанша сөз жазамыз, сол сөзіміздің санын осы жерден көрсетіп тұрады. Келесі, бұл жерде язык, яғни тіл. Қазір менде ағылшын тілі болып тұр. Енді бұл жерден біз осы жерден тілді өзіміз ауыстыра беруімізге болады. Оны ауыстыру үшін курсор батырмасын басу арқылы қалаған тілді таңдап қойсақ болады. Немесе перне тақтаның көмегімен Shift және Alt пернесін екеуін бірге бассам да мен тілді ауыстыра алатын боламын. Сіздерге қазір жазып кетейін. Яғни ол бізде перне тақтадағы Shift деген перне бар. Қосу деп қояйын, яғни осы екі пернені бірге басатын болсам, осы екі пернені бірге басатын болсам, менде тілім осылай ауысып тұрады. Міне қазір мен бастым, орысшаға ауысты,
тағы бір бастым, қазақшаға ауыстым. Міне мына жерден казахский деп астында шығып тұр. Тағы бір бассам, міне ағылшынға ауысты. Осылай пернетақтаның көмегіндегі пернелердің көмегімен жасасақ та болады. Енді жоғарғы жақтағы элементтермен танысып өтейік. Ең жоғарғыда тұрған, яғни бұл тақырып атауы. Бұл жерде документ 1 деп тұр. Қазір бізде бұл Word бағдарламасын сақтамағандықтан бізде атауы документ 1 болып көрініп тұр. Және осы оң жақтағы, жоғарғы жақтағы мына 3 батырмамен танысып өтейік. Егер мен мынау X батырмасын бассам, онда мен бұл Word мәтіндік редакторын сақтайсыз ба, сақтамайсыз ба деп сұрайтын болады. Оны келесі жұмыстарда көрсететін боламын. Келесі ортада тұрған мынау кішкене 2 тереземен үстін бассам, міне менің терезем бір кішкентай болып осы жерге жиырылып қалды, кішкене болып қалды. Ал енді мен бұны мынау курсорды осы жақтауларға апарсам, терезенің жақтауына апарсам, міне мынандай болып өзгерді, иә, курсорым. Осы кезде мен осыны былай үлкейтіп жасасам болады. Немесе қайтадан осы кішкене 4 бұрыштың үстін бассам, мына қайтадан орнына келді. Келесі бізде мынау кішкене төменгі сызық, яғни свернут. Бұны бассам, мына жиыру, яғни парағымызды жиып, астыңғы есептер тақтасына әкеп тастады. Қайтадан мен оны бассам, міне қайтадан біздің парағымыз орнына келді. Келесі сол жақтағы мынау жалпы бұл Word'тың белгісі, Word редакторының осы белгі арқылы білеміз. Яғни бұл жерде орнына келтіру, свернуть, жаңағыдай жию немесе закрыть. Келесі мынау терезенің суреті, бұл сохранить. Яғни мен жазып жатқан мәтінімді осы батырманы басу арқылы сақтап қойсам болады. Келесі мынау бағдарларымыз, яғни отменить удаление, яғни мен бір қате жазып қоятын болсам, соны осы басу арқылы мен қайтадан орнына келтіремін. Немесе повторить, қайтадан сол әрекетімді қайталау мүмкін. Бұл батырмалардың барлығымен жұмыс жасау барысында таныса жатасыздар. Енді жалпы осы парағымыз туралы айтатын болсақ, бірінші біз осы парақтың параметрлерін қойып кетуіміз болады. Мысалы, разметка страницаның ішінде параметры страницаның тұсындағына бағдарды басып, бізде міне размер бумаги, қағаздың өлшемін және поле деген шығарып тұр. Верхний дегеніміз жоғарғы жағы бізде 2 сантиметр, сол жағы 3 сантиметр, төменгі жағы 2 сантиметр, оң жағы 1,5 сантиметр. Осы жерден мысалы 2,5 қылып өзгертіп қоя берсек те болады. Мен енді бұл жерге тиіспей-ақ қоямын. Келесі ориентация, яғни бұл парақтың қазіргі жағдайда біздің парағымыз, міне байқасаңыздар, мына жерде көк сызықпен тұр, иә. Менің парағым қазіргі жағдайда книжная болып тұр. Егер мен альбомнаяға бассам, міне образецте көрсетіп тұр, яғни менің парағым көлденеңнен, яғни сурет дәптер сияқты көлденеңнен түседі. Міне книжнаяға бассам, образецті қарасаңыздар, міне осылай тігінен шығады. Қазір мен альбомнаяға қойып, окей батырмасын бассам, міне менің парағым көлденеңнен осылай түсті. Қайтадан оны орнына келтіру үшін міне отменитті бассам, жылдам парағым книжнаяға ауысты. Немесе осы жерде вставка деген қойындының үстін басу арқылы менюдің бассам, әр қайсынан өзінің қызметтері шығады, оны жұмыс жасау барысында таныса жатармыз. Разметка страницаның ішінде ориентация арқылы да біз книжная немесе осы жерден альбомнаяға ауыстырып қоя берсек болады. Немесе жаңағыны параметр страницаның ішінен де ауыстырып қоя берсек болады. Қазіргі жағдайда менде книжная болып тұр. Енді жалпы қалған бөліктерімен біз жұмыс істеу барысында таныса беретін боламыз. Енді
Бізде көбінше студенттердің сұрауы бойынша бізде реферат жазу керек болады, немесе курстық жұмыстар жазу керек болады, иә. Сол кезде қалай жазамыз? Ең бірінші бізде осы парақтың шеттерін бір әдемі етіп қоршап қою керек болады. Ол үшін қалай жасаймыз? Қоршап қою үшін ол үшін бізде разметка страницаны басқан кезде бізде осындай менюлар шығады. Осы жерде границы страницы үстін бассақ, бізде заливка деген бар, және страница деген бар, граница деген бар. Осы жерде страница дегенді басып, төмен қарай түссек, бізде рисунок деген бар. Рисунктың үстін бассақ, бізге міне түрлі рисунктарды көрсетіп береді. Осы жерден қалағанымызды таңдап қойсақ болады. Мысалы, мынаны қоятын болсам, окей дейтін болсам, міне біздің парағымызға осындай бір жақтау қойып берді, иә. Немесе мен басқасын таңдағым келіп тұр, иә, немесе басқасын қойғым келсе, осы жерден ауыстырып қоя берсек болады. Немесе мынау. Енді осы жерде применить к деген жерде всему документу болса, онда барлық беттерге қойылып кетеді. Этому разделу десем, тек қана осы бірінші бетке, немесе этому разделу только первая страница десем, окей десем, міне тек қана мен бірінші парағыма, бірінші бетке ғана қойылды, міне екінші бетке ол жоқ. Мысалы, екінші бетке қоймасам, қоймауым керек болса, осылай таңдап қоямыз. Егер барлығына қоюым керек болатын болса, осы жерден всему документу десек, барлығына қойылып шығады. Міне осы жерден таңдап қоя береміз. Келесі бізде енді реферат деп жазуымыз керек болады. Бір үлкен қылып, курстық жұмыс деген сияқты үлкен қылып жазуымыз керек. Ол үшін не істейміз? Ол үшін главныйны басамыз. Сол жерде бізде қазір ставканың ішін бассақ, бізде мынандай қисайып тұрған word art деген үстін басамыз. Бізге міне түрлі жазулар ұсынады, әріптермен басталған. Қалағанымызды басамыз, мысалы мынаны басайын, иә. Енді осы жерге мен реферат деп жазатын боламын. Міне жаздым. Енді мен бұны үлкейтуім үшін осы реферат деген жазуды былай бояп аламын, және главныйын басып, мынау аны бассам, үлкейеді. Немесе мына жерде харіптің мөлшері деп аталады енді. Осы жерден үлкейтіп 100 емес, мысалы мен өшіріп осы жерден 150 деп қоятын болсам, мына үлкен болды. Ал егер мен кішірейтуім керек болса, мынау кішкене аның үстін бассам, міне менің реферат деген жазуым кішірек болды. Енді мен бұны сәл ортаға қоюым үшін мынаның үстінен бассам, міне шеті қоршалды, иә. Осы кезде ұстап алып оны былай ортаға әкеп қойсам болады. Міне реферат деген жазуымыз пайда болды. Мүмкін маған бұның түсі ұнамайтын шығар. Қызыл емес, бір басқа түске қоюым керек. Ол үшін мына жерге қарасаңыздар, А деген тұр асты, цвет текста. Осының жанындағы мынау төмен қарап тұрған бағдарды бассап, маған түрлі түстерді көрсетіп береді. Осы жерден қалаған түсімді қойса, міне менің реферат деген жазуымның түсі басқа түске ауысты. Тіпті мен мысалы кейде осы парақты бір түгелімен бояғым келіп тұр. Ол үшін мен мына жердегі мынау төгіліп тұрған шелекті заливканың жанында бағдарды бассам, қазір бұл жерде мен тек қана мынандай бір сызық қоюым керек болса, осылай істесем болады. Немесе осы жерде түгелімен беттің барлығында бояп қоюыма да болады. Ол үшін осы жердегі кез келген түстерді қолданып жасасам болады. Немесе мен бір мынау реферат деген жазуды бір басқаша қылып жазуым керек болса, онда мен мына жердегі А деген үстін басып, осы жерде тен деген, яғни тен, отражение, свечение, осы жерден де бір әдемі етіп қоюыма болады.
Егер ұнамаса, бұны қайтадан отменить етіп, болдырмай, бұндай қылып қойып қоямын. Міне. Жалпы бірінші парағымыз осылай өзгерттік. Енді қалауларыңызша әртүрлі қылып өзгерте бересіздер. Мүмкін мынау ұнамай жатса, мысалы осы жерден қайтадан изменить текст деп, оң жағын басып, изменить текст деп, егер реферат емес басқа жазу жазатын болсақ, басқасын осы жерден мысалы баяндама деп жазуымыз керек болады, иә. Яғни оны осы жерді басып, мынау үзік сызықтың үстіне курсорды апарсақ, ол осылай өзгереді. Осы кезде изменить текст деп өзгертіп жаза берсек болады. Келесі, мысалы бізде бір жазуды бір фигураның ішіне жазуымыз керек болады. Ол үшін не істейміз? Ол үшін осы жерде вставкаға кіреміз. Осы жерде фигуры деген бар. Осы фигурыдың ішінен қалаған бір өзімізге ұнаған бір фигураны алып қойсақ болады. Мысалы, мына фигураны аламыз. Міне, менің курсорым қазіргі жағдайда мынандай қосу батырмасына өзгерді. Осы кезде мен қалаған жеріме міне былай сыза аламын. Сыздым. Қазіргі жағдайда көріп тұрсыздар, іші көк болды, иә? Маған бұл түс ұнамайды. Жоғары жаққа барсақ, бізде түрлі көрсетіп береміз. Мынандай түске ауыстырып қоюға болады. Немесе тіпті сурет ішіндегі түсін жоқ қылуыма да болады, иә? Былай ақ қылсам да болады. Және мен енді бұл фигурамды сәл кішірейтуіме де болады, міне. Былай кішірейтсем де болады. Енді бұның ішіне жазуым керек болады, иә? Ол үшін, міне, мына фигураның үстіне бассам, міне, төрт жағы қоршалды, иә? Осы кезде курсордың оң жағын басамыз, сосын добавить тексті. Яғни, көрдіңіздер, иә? Курсорым мынаның үстіне келіп түсті. Осы кезде осы жерге мысалы хабарландыру деп жаздым. Enter пернесімен түссе, менің жазуым жоғары қарай міне шығып жатыр. Енді бұл жазған жазуымды мен үлкейтіп, бір басқа түспен, иә, бұлай жазып қоюыма болады. Немесе осы жазуымды бір өзгеше, мысалы, ж-ны бассам, бұл қоюлау болып жазылып, тағы да мынау к дегенді бассам, бір қисайып, былай бассам, бір асты сызылып, бір ерекше болып жазылды. Келесі осы мысалы мынау хабарландыру деген жазуымды енді харпін басқаша қылып, қазіргі жағдайда келибрей болып тұр екен. Таймс Нью Романға қойсам, міне, негізі стандарт бойынша Word мәтіндік редакторында осы харптың түрі Таймс Нью Роман болып жазылады. Немесе басқасында, иә, басқа харптың түрінде таңдап қоя берсем болады. Мысалы, Ариалға қойсам, қалауларыңыз бойынша әртүрлі етіп өзгертіп қоя берсеңіздер болады. Келесі, мысалы осы жерге жоғары жаққа барсақ, бізде мынандай маркерлер бар, тізімдер, нумерация деген бар. Мысалы, мен мына жерден, осы жерден бір белгіні таңдайын, иә, кез келген, мысалы, мынаны таңдасам, міне, ол қойылды. Мысалы, құрметті деп жазатын болсам, құрметті ұстаздар. Enter пернесін бассам, міне, ол қайттан автоматты түрде менің жаңағы қойған белгім міне шығып тұрады. Енді бояп алып, мен мысалы мыналарды алып тастай салайын. Осы жерден бастап қойылсын, мысалы, мынандай нүкте қойып қоюыма болады. Құрметті ұстаздар. Міне, Enter пернесін басқанда ол нүктені біздің өзі не істеп тұр? Мен қоймай-ақ, ол өзі автоматты түрде қойылып тұр. Енді осы жерден міне қалаған маркерлерімізді, қалаған тізімді, мысалы, 1, 2, 3 былай, мысалы, ABC деген сияқты әртүрлі қылып өзіміз қоя берсек болады.
Жалпы бүгінгі сабағымыз, бірінші кіріспе сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабақта енді кесте құру, басқа да суреттер қою туралы өтетін боламыз. Егер сабақ сіздерге ұнаған болса, каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза кетуді ұмытпаңыздар. Және осы сабақ бойынша осы видеоны көре отырып, бірге бір жасасаңыздар, оңай үйреніп алатын боласыздар. Сау болыңыздар.